Сен мынандай және де мынандай молекулалардың гибридтену типін және де молекула пішінін анықтай аласың ба? Біз бұған дейін кеңістіктегі молекуланың пішінін атом орбитальдарының гибридтену бойынша анықтаған болатынбыз. Ал бүгін біз жаңа әдіс Гиллеспи теориясына тоқталамыз. Гиллеспи теориясы валенттілік электрон жұптарының тебісу теориясы деп те аталады. Яғни байланыстырушы электрондар саны мен бөлінбеген электрон жұптары бойынша анықталады. Гиллеспи теориясы бойынша бізде ұбт-да не сұрайды? Бірінші, молекуланың типін анықтай алу керекпіз. Яғни мына формуланы сала алу керекпіз. Кез келген қосылысты. Екінші, байланыстырушы және бөлінбеген электрон жұптарының жалпы саны. Үшінші, электрон жұптарының кеңістікте орналасуы қандай? Соны анықтай алу керекпіз. Төртінші, байланыстырушы электрон жұптарының санын сұрайды. Бесінші, молекуланың геометриясын сұрайды. Молекуланың геометриясымен кейде бізде байланыстырушы электрон жұптарының кеңістікте орналасуы кейде ұқсас болады. Оның қорықпаңыздар, мен сіздерге соны қазір үйретемін. Бірінші мысал кальций хлориді. Кальций хлоридінің формуласы бізде кальций хлор 2. Кальций бізде 2 валенті болғандықтан оның сыртында бізде 2 электрон болады. Хлорда бізде жұптаспай қалған 1 электрон бар сыртында. Сол арқылы мына кальцийіміз не істейді? Мынамен байланысады. Міне байланыс түзілді. Тура сол сияқты мына жақта екінші хлордың атомымен тағы да не істейді? 2 электрондар не істейді? Байланысы болса байланыстырушы электрон жұптарын құрайды екен. Кальций хлориді үшін молекуланың типі қандай? Яғни мына формулаға саламыз. Бұл жерде А деп тұрғанымыз ол бізде кальций, оның саны 1 болғандықтан біз Аны осылай жаза саламыз. Келесі X деп отырғанымыз ол бізде хлор. Хлордың саны мына жерде қаншау? 2. Значит, ол жерде не болады? AX2 болады. Ал енді E деген не десеңіздер, мына жерде бізде артық қалған 2 электрон бар ма, жоқ па деген сөз. Мына жерде артық қалған электрондар бар ма? Жоқ, значит, бізде не болады? E'міз бізде 0-ге тең болады. Мынаның молекулалық типі AX2, E 0-ге тең. Так, екіншіде бізде байланыстырушы және бөлінбеген электрон жұптарының саны, яғни жалпы саны анықтау керек болды. Оны анықтаудың жолы өте оңай. Бізде байланысып тұрған сызығымыз нешеу? Мынау 1, мынау 2. Значит, 2 бізде байланыстырушы электрон жұптары бар деген сөз. Ал енді бөлінбеген электрон жұптары деген бізде артық электрондар жоқ қой. Сондықтан жоқ болғанда оны қоса алмаймыз. Егер бар болса, біз оны қосатын едік. Мысалы, допустим, жерде былай болатын болса, мынау 1, мынау 2, мынамен нешейміз? 3 деп ала салатын едік. Енді бізде бұл жоқ, сондықтан бізде тек қана қандай болады жауабы? Жауабы 2 болады. Біз төртінші білу керек нәрсе байланыстырушы электрон жұптарының саны. Ол да бізде 1, 2 болады. Жауабы 2. Сонымен симулятор арқылы біздің кальций хлоридіміз қалай көрінеді. Мынау бізде кальций болатын болса, оған бізде жаңағы екі жағынан хлор келіп орналасады. Енді байқағаныңыздай, бұлар ешқашан былай бірге былай тұрмайды. Неге былай тұрмайды дейтін болсаңыздар, потому что екеуі де не? Ол екі жағында электрондар бар. Ал электрондар олар минус зарядтылар, ал минус зарядтылар бір-біріне қарай не істейді? Жақындамайды, олар тебіледі. Вот сондықтан бұл теория бізде не дейді? Валенттілік электрон жұптарының тебісу теориясы деп осыдан анықталған екен. Енді бұлар максимальный тебілгендіктен, бұның енді кеңістіктегі орналасуын қарасаңыздар қандай бір сызықтық болып тұр. Значит, бұның бізде электрон жұптарының кеңістікте орналасуы геометриясы не болады? Сызықтық болады екен. Сонымен тағы бір мысал, бор фтор 3. Бор білесіздер, ол бізде период кешеде 3-ші топта орналасқан. Значит, ол бізде ортада тұрады да, 3 жағынан фтор бізде не істейді? Жалғанады. Фтор жалғанады. Енді бұның молекулалық типін анықтайтын болсақ, білесіңдер, бізде Амыз, яғни ол бор бізде, оның саны 1 болғандықтан ол былай жазылады. X бізде фтор, значит, неше мына жерде 3 өтір, значит, оның жауабы AX3 болады. Енді бұл жерде артық электрон көріп тұрсыңдар ма? Ол жерде бізде артық электрон жоқ. Енді артық электрон қайда бар екенін біз білу үшін, оның біз жаңа айттық топ номеріне қараймыз едіге. Бұл топ номерінде бұл 3-ақ электроны бар сыртында, артық электрон қалмайды. Сол 3 электронның өзі мына жерде фтормен байланысып тұрғандықтан, бұда артық электрон жоқ деп есептеледі да, бұның молекулалық типі осылай анықталады. Дәл солай бұлардың бізде жаңа байланыстырушы электрондар мен бөлінбеген электрон жұптарының саны бұл жерде де 3 болады. Байланыстырушы электрон жұптарының саны тоже бұл жерде 3 болады. Ал енді кеңістікте қалай орналасады десеңіздер, қарасаңыздар, мыналардың барлығын бізде не болады? 3 бұрышты болады екен. Тура сол сияқты сіз қазір алюминий хлор 3-ті салып көріңіз, және де мынау біздегі метанды және де кремний CH4-ті салып көріңіздер. Енді біз келесі сабақта сіздермен бірге бұдан да қиыны, яғни бөлінбеген электрон жұптары бар молекулаларды салып көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Егер осы сізге ұнаған болса, мына есептерді шығарып өзіңіз жауабын астына жазсаңыз болады. Көп рахмет.